Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге кептірілген жеміс және мақ қосылған торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлығының құрамын описанияға жазып қойдым. Ең алдымен торттың коржынан бастаймыз. Ыдысымызға сгущенкамызды құйып, үстіне жұмыртқамызды салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Енді бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Илектен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, екеуін араластырып, жұмыртқалы массамызға салып, тағы да сұйық масса болғанша миксерлейміз. Макымызды қосып, силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Менде 22 диаметрлі форма. Осы формаға 2 қасықтай сұйық массамызды құйып, жайып шығамыз. 80 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіріп, толықтай суытып аламыз. Енді кремін дайындауға кірісейік. Салқын суға желатинді салып, араластырып қойып қоямыз. Құрғақ ыдысымызға кілегейімізді құйып, миксердің аз жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа қарай миксерлей отырамыз. Содан соң қант ұнтағын илектен өткізіп, тағы да қоюланғанша миксерлейміз. Кілегейіміз міндетті түрде салқын болу қажет. Және қоюлануына 5-7 минуттай уақыт кетеді. Көп миксерлеп, іртіп жермеу қажет. Енді сгущенкамызды құйып, силиконды күрекшенің көмегімен ғана араластырамыз, қаймақ саламыз. Оны да араластырамыз, миксерлеуге болмайды. Содан соң кептірілген жемістерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Желатинімізді бір ертіп алып, оны да кремге қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тортымызды жинаймыз, астына коржымызды саламыз. Кремімізді саламыз, шамамен 2-3 қасықтай кетеді. Осылай жасап, келесі коржды қойып, барлығын қайталап отырамыз. Торттың барлығын жинап болған соң, міндетті түрде бір түнге холодильникке қойып қоямыз. Сонда кремі толықтай коржға сіңіп, дәмі де кіріп, өте керемет болып шығады. Бір күннен кейін толықтай формадан босатып, өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп жасасаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Өте тойымды торт болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.